заңсыз иемденген активтерді қайтару туралы. 2000-ға жуық нормативтік құқықтық актілерде актив деген сөз кездеседі, бірақ анықтама берілмеген. Осындай кірістерді, яғни жасыру және осындай қызметке делдалдық ету үшін қылмыстық жауаптылық көзделген. Прокурорларға осы істі сотта қайтару үшін қандай қателіктерді жөнеу керек, қандай қателіктердің болуына назар аудару керек, ол туралы да ұсынымдар береміз. Құрметті көрермендер, тыңдаушылар, қауіпсіз мемлекет бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бағдарламада еліміздегі өте маңызды тақырыптардың бірі заңсыз иемденген активтерді қайтару мәселесі талқыланатын болады. Қылмыстық кірістерді заңдастыру мемлекеттің және қаржы жүйелерінің стратегиялық мүдделеріне үлкен қауіп төндіреді. Инфляцияға ықпал етіп, инфляциялық ахуалды нашарлатады және экономикалық өсуді тежейді. Қабылданған шараларға қарамастан, Қазақстанда қылмыстық кірістерді заңдастыру көп жағдайда жасырын қалады және бұл құбылысқа атап айтқанда қылмыстық құқықтық құралдармен қарсы тұру қажетті нәтиже бермей отыр. Олай болса, осы мәселені егжей-тегжейлі талқылау үшін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау органдары академиясының ведомствоаралық ғылыми зерттеу институтының қылмыстық процесс проблемаларын зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері Талғат Ғабитұлы Махановты шақырып отырмыз. Талғат Ғабитұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бұқаралық ақпарат құралдарында қайтарылған активтерді басқару компаниясы көптеген активтерді аукционға шығарып жатқандығын хабарлайды. Активтер түсінігі бойынша көптеген ой-пікірлер бар. Мысалы, мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдардың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған ақпараттарының нәтижесін қарап отырсақ, не болмаса сол ақпараттарға берілген соңғы комментарийлерді қарасақ, халықтардың, азаматтардың енді жағастатарлық жағдай. Енді менің түсінігімше, бұл жерде азаматтарымыздың құқықтық сауаттылығының төмендігі. Оның ішінде әсіресе бүгінгі талқылайын деп отырған заңсыз иемденген активтерді қайтару туралы сұрағына біздің азаматтарымыздың біршама түсінігі төмендеу сияқты. Енді сіз өзіңіз академияда осы тақырыпта бірнеше мақала жаздыңыз, ғылыми еңбектер жаздыңыз, зерттеулер жүргіздіңіздер. Сіз жүргізген зерттеу аясында заңсыз иемделінген активтер, оның ішінде активтер ұғымын, оған не жататынын қаншалықты зерделедіңіздер? 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасына сәйкес, осы елден шығарылған заңсыз активтердің алдын алу, оларды қайтару, анықтау, жолын кесу мәселелері бойынша сапалы мониторинг жасау, яғни тұжырымдамада көрсетілген. 2022 жылы 26 қарашада Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. 23 жылдың шілдесінде заңсыз иемделген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңға қол қойды. Енді баршамызға белгілі, активтерді қайтару жөніндегі комитет Бас прокуратураның құрылды. Одан кейін жаңағы активтерді қайтарған активтерді басқару компаниясы құрылды, үкіметтің жанындағы. Осылардың барлығы жаңағы активтерді қайтару бойынша жұмыстар жүзеге асып жатыр. Мынау кешегі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ана тілі газетіне қаңтардың 4-інде ма 3-інде берген сұхбатында осы заңсыз иемделген активтерді қайтару бұл популистік қадам емес, бұл
әділеттікті қалпына келтіру және де мемлекетке тиесілі активтерді қайтару мәселесін айтты. Оны ары қарай халық игілігіне жұмсау, қайтарылған активтерді. Дұрыс айтасыз, ол активтерді халықтың игілігіне жұмсау, әлеуметтік жобаларды дамытуға жұмсау туралы, яғни оны да айтты. Біз бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп отырмыз ғой, қазір ол ақша қайтарылған активтерді қайда жұмсап жатыр, кімдерге беріп жатыр. Ондай ақпараттар бізде үнемі жарияланып тұрады. Ең басында қайтып барлық бұл тікелей мемлекеттің белгілі бір есебіне емес, тікелей халықтың игілігіне жұмсалып отыр. Ең бастысы бізге осы қуантарлық жағдай. Оның бәрін құзырлы органдар атқарылған жұмыстар туралы бұқаралық ақпарат құралдарында яғни баяндап тұрады. Яғни әрі қарай жаңағы сіздің сұрағыңызда қандай ғылыми жұмыстар жүргіземіз деген сұрақ болды. Айта кетейін, Мұхтар Әуезовтің сөзінен бастағым келіп отыр. Осы күнгі біздің көп мақтанышымыз, оның көбі ол ғылым деп. Ғылым. Біздің қоғамның дамуы, әлемнің дамуы бәрі ғылым, инновация арқылы жүзеге асырылады. 2024 жылы активтер жаңа өзіңіз таныстырған кезде ведомствоаралық ғылыми зерттеу институтында жұмыс істейтінімді айттыңыз. Біздің институтымыз ведомствоаралық ғылыми зерттеулерді үйлестіреді және оны ұйымдастырады және зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Былтырғы 24 жылы активтерді қайтару туралы қылмыстық істер бойынша дәлелдеу мәселесі туралы ведомствоаралық ғылыми зерттеу жұмысын аяқтадық 24 жылға. Бұл зерттеу барысында актив деген ұғымды, оның шығу тарихы, ол біздің заңнамада көрсетілген бе, қандай басқа ғылыми әдеттерде көрсетілген деген сұрақтың жауабын іздедік. Қарапайым Ажеговтың, Шведованың жаңағы сөздіктерінен бастадық зерттеуімізді. Ол актив деген қандай мағына береді келдік. Содан кейін бұл актив қолданыстағы отандық нормативтік құқықтық актілердің баршасына талдау жүргіздік. 2000-ға жуық нормативтік құқықтық актілерде актив деген сөз кездеседі, бірақ анықтама берілмеген. Ол яғни Қазақстан Республикасындағы және оның шегінен тысқары жердегі мүліктік иеліктер мен құқықтар, оған қоса осындай мүліктен алынған кез келген мүліктік игілік пен құқық деп анықтама береді. Бұл анықтаманы кімдер беріп отыр? Заңгерлер беріп отыр ма? Заң шығарушылар. Біздің билік беріп отыр және заңды әзірлеген құзырлы органдар. Бұған дейін біздің басқа мемлекеттерде берілген бе анықтама? Басқа мемлекеттерде анықтама берілмеген. Бұл актив деген сөзі, бұл жаңағы өнеркәсіптің активі, өндірістің активі деген жаңағы анықтамалар бар. Бірақ заңсыз иемделген активтерге анықтама берілмеген. Енді мынау біздің Қазақстан Республикасы имплементациялаған, яғни ратификациялаған халықаралық конвенцияларды, жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы, трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жөніндегі конвенцияларда актив сөзі былай анықтама берілмейді, бірақ мүлік деген сөз, мүлік ол кез келген материалдық және материалдық емес актив. Сосын меншік ол кез келген материалдық және материалдық емес актив деп көзделген. Сондай анықтама берілген. Тек біздің заңда ғана осындай актив анықтамасы беріледі. Және жүргізілген зерттеулердің сәйкес біз осы анықтамаларды, халықаралық анықтамаларды, содан кейін заңнамадағы анықтаманы мазмұндай отырып, бұл Қазақстан Республикасында және шет елдегі кез келген азаматтық құқық объектілері және олардан алынған кірістерде осындай анықтама
ұсындық. Ол туралы жаңа Ресейде баяндалған конференцияда айтқан болатын. Сіздердің жалпы енді үлкен бұл тұрғыда ғылыми зерттеу жұмысын жүргіздіңіздер. Жалпы қорытындысы, нәтижесі, мысалы біздің құқық қорғау органдарына, мемлекеттік органдарға, немесе жаңағы заңға өзгеріс енгізу кезінде ескерілді ме? Ұсыныстар бердіңіздер ме? Иә, атап өтейін. Ғылыми зерттеу жүргізу барысында біз тек қана жаңағы осы заңмен ғана шектеліп қоймай, қылмыстық және қылмыстық процестік заңнамада яғни зерделедік. Нәтижесінде қылмыстық процестік кодекстің 161 бабына, яғни мүлікті тәркілеу туралы бабына тиісті өзгерістерді ұсындық, редакциясын. Сол редакцияны бас прокуратураға жібердік. Бас прокуратурадан біздің ұсынысымызды қолдау тапты. Қолдау тапты, иә. Сосын айта кететін. Жақсы нәтиже. Иә, сосын біз мынау зерттеу барысында оқу құралын әзірледік нәтижесінде. Осындай оқу құралы активтерді қайтару туралы қылмыстық бойынша дәлелдеп. Біз айта кететіні, осы зерттеуімізді біз қылмыстық процестік құқық тұрғысынан зерделедік. Қылмыстық процесті құқық тұрғысынан зерделедік. Яғни осы істерді қалай дәлелдеуде қандай аспектілерге мән беру керек деген сияқты сұрақтардың жауабын осы оқу құралында бар. Ендеше бұл оқу құралы сіздердің көп жағдайда зерттеулеріңіз практикадағы қызметкерлерге бағытталған ғой, бұл оқу құралыңыз. Солай ғой? Тек қана практикалық қызметкерлерге емес, оны яғни барлығы пайдалануға болады. Тыңдаушылар, студенттер, заңгер ғалымдар, практиктер, содан кейін жаңа өзіңіз айтқандай құқық қорғау қызметкерлері. Және айта кетеді, осы оқу құралы ыңғайлы болсын деп мынадай гайд әзірледік. Оқу құралының мазмұны, ішіндегі маңызды, яғни ұсынымдары, қай жерге мән беру керек, халықаралық конвенциялар, заңнамадағы яғни нормаларын бәрі қысқаша жарнама. Қысқаша жарнама. 2 бетте тұратын жарнамада берілген. Яғни мына жерде QR коды бар. QR кодпен телефонға түсірген кезде осы мына оқу құралының электрондық құжаты түседі. Керемет. Яғни толығырақ мысалдар, кейстар бәрі көрсетілген. Солармен толығырақ танысатын болсаңыз осы үшін. Бұқаралық ақпарат құралдарында қайтарылған активтерді басқару компаниясы көптеген активтерді аукционға шығарып жататындығы хабарланып жатады. Енді активтер түсінігі бойынша көптеген ой пікірлер бар. Енді оған жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, материалдық және материалдық емес объектілерді, қаржы құралдарын және мүліктің басқа түрлерін жатқызады деп жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз. Енді сонымен сіздер жүргізілген мынау зерттеу аясында заңсыз иемделінген активтер, оның ішінде енді активтер ұғымын және оған не жататындығын жаңа сіз енді қысқаша айттыңыз. Енді осы зерттеулеріңізде тағы қандай мәселелерге назар аударасыздар? Біз зерттеуімізде мынау заңсыз иемделінген активтер, яғни бұл активтерді ғылыми тұрғыдан біз қылмыстық кірістерді заңдастыруды де қамтимыз. Яғни активтерді қайтару деген ол кең мағынада айтылған анықтама. Ал негізі қылмыстық кірістерді заңдастыру ол біздің қылмыстық құқық теориясында бар. Яғни тиесілі емес активтерді қайтару деп айтса да болады. Яғни қылмыстық кодекстің 218 бабына сәйкес қылмыстық жолмен алынған ақшаны немесе өзге мүлікті заңдастыру, яғни жылыстату. Ағылшынша laundering, орысшасы отмывание.
осы кодекстің бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен кірістер, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған мүліктен түсетін кез келген кірістер болып табылатын мүлікті конверсиялау және аудару түрінде мәмілелер жасау арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшаны пайдалану, иелену, мұндай одан қалды осындай кірістерді яғни жасырып қалу және осындай қызметке делдалдық ету үшін қылмыстық жауаптылық көзделген. Осы бап бойынша біздер талдау жүргізіп қылмыстардың динамикасын зерттедік. Нәтижесінде біз тергеу сотқа дейінгі тергеп тексеру органдарына ұсынымдар береміз. Яғни осы санаттағы қылмыстық істерді дәлелдеу барысында қандай нәрселер, қандай сәттерге назар аудару керек. Одан қалды біз прокурорларға осы істі сотта қайтармау үшін қандай айыптау актісінде қандай қателіктерді жібермеу керек, қандай қателіктердің болуына назар аудару керек, ол туралы да ұсынымдар береміз. Яғни сот қызметкерлерде де. Сот қызметкерлеріне бұл ғылыми өнімнің пайдасы бар, қажеттілігі бар. Жақсы. Енді Талғат Орханұлы, мынау заңсыз активтерді қайтару бойынша елімізде бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Оны біз күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп отырмыз. Енді бүгінгі біздің сұхбатымызда енді қанша активтер қайтарылды, кімдерден қайтарылды, ондай статистикаға тоқталмай ақ қояйық. Ол енді бұқаралық ақпарат құралдарында енді күнделікті жарияланып жатыр. Біздің мақсатымыз бөлек. Енді бұл активтерді қайтару жалпы мемлекет үшін қаншалықты маңызды? Сіз өз зерттеулеріңізде қандай мәселелерге назар аударасыздар? Біз зерттеуімізде осы активтерді қайтару туралы қылмыс істердің сотқа дейінгі тергеп тексеру және сотта айыптау актісін шығару деген сияқты мәселелерді қарастырамыз. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2020 жылғы қаңтардағы осы экономикалық қызмет саласындағы құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау практикасы туралы нормативтік қаулысында 19 тармақта осы 218 бап бойынша қозғалған, яғни тіркелген қылмыстық істер бойынша яғни нұсқама береді жауапты сот. Ол жерде егер қылмыстық жолмен алынған табыс, кіріс, яғни ақша, мүлік, оларды жаңағы қылмыскер заңдастырушы өз еркімен өзіне жұмсау мақсатында пайдаланса, онда ол заңдастыру болып табылмайды. Мысалы, пара алды да, сол параға қажетті зат сатып алды. Ол кезде жоғарғы соттың жаңағы түсіндірмесі бойынша ол кезде ол қылмыс құрамайды және қосымша саралауды қажет етпейді. Ал егерде ол жаңағы қылмыс жасау арқылы түскен ақшаны ол яғни банктік операциялар жасау, белгілі бір мәмілелер жасау, яғни ол қылмыстық жолмен алынған кірістердің шығу тегін жасыру мақсатын көздесе, онда ол қылмыс болып табылады. Енді мынау кез келген зерттеу жүргізу кезінде құрамдас бөлігі болып табылатын шетелдік тәжірибені зерделеу маңызды ғой. Иә.
Енді мен осы бағдарламаға келмес бұрын енді біраз енді шетелдік ақпараттарды қарап көрдім. Соның ішінде мынау Ұлыбританияда активтерді қайтарудың озық тәжірибесі қалыптасқан екен. Қылмыстық сондай ақ азаматтық сот ісін жүргізуде активтерді тәркілеу көзделген. Сонымен қатар заңсыз иемделінген активтерді дәлелдеудің өзі ұзақ рәсімі болады екен. Бұл енді өте күрделі мәселе ғой. Бұл бірден тез оңай шешілетін мәселе емес. Сіздердің зерттеулеріңізде мемлекеттердің, осы басқа мемлекеттердің қандай шаралар қолданып жатқандарын қарастырдыңыз ба? Және де заңсыз иемделінген активтерді дәлелдеу процесінде олардың бізге қараған кезде айырмашылықтары бар ма? Қандай мысалдар келтіре аласыздар? Сөзімді Исаак Ньютонның ғылымды танып білуде ережеден гөрі мысал пайдалырақ деген, яғни Мысал? сөзімен бастағым келіп отыр. Осы тақырыпты зерттеу барысында біз көптеген шетел мемлекеттерінің озық тәжірибелерімен таныстық. Мысалы, Швейцарияда осы заңсыз активтерді қайтару жүйесі өте жетілдірілген. Оларда интегрей фанд деген қор бар. Қайтарылған қаржыларды тікелей әлеуметтік жобаларға осы қор арқылы бағыттайды. Бізде де қор бар Қазақстанда. Сол сияқты ғой. Сол сияқты. Біздің жаңағыдай тәжірибе сол шетелдік озық тәжірибелерге яғни сүйенген деп айтуға болады. Мысалы ақш-та активтерді қайтарудағы криптокрейси инициатив деген бағдарлама арқылы әлемдегі барлық заңсыз шығарылған активтерді қайтарылады. Американың құқық органдары заңдастыруға дейінгі қылмыстарды да заңсыз алынған кірістерді заңдастыру қылмысы бойынша да тергеу барысында басқа елдермен ынтымақтасады. Сұраулар жасайды. Осы ақш, Англия, сосын жаңағы Австралия олар англосаксон жүйеге жатады ғой. Ал Германия, Франция олар германдық, яғни құқықтық жанұяға жатады. Сондықтан біз бұл елдерді талдау барысында оған да мән бердік. Ол мысалы ақш-та прецеденттік құқық деген бар. Енді айта кету керек, осы елдердің тәжірибелері олардың яғни дамып кеткен. Ұлыбританияда жаңа сіз айтқандай әртүрлі тетіктер арқылы байлықтың заңдылығын түсіндіре алмаған жағдайда активтер тәркіленеді. Мысалы, сізді тексеру барысында сіздің активтеріңіз заңды алынған табыстарыңыздан неғұрлым яғни асып түсетін болса, айырмашылық болса, онда яғни тергеу басталады. Сол кезде сіз сол активтердің заңдылығын алу көзін түсіндіріп беруіңіз керек. Біздің құқықтық жүйеде басқаша ғой. Содан кейін Нидерланды мемлекетінің тәжірибесін зерделедік. Нидерландыда жоғарғы сотының ұстанымына сәйкес, егер қылмыстық жолмен алынған заттар болмаса, нақты кім және қашан қайда жасаған дәлелдеу талап етілмейді. Ол Нидерландыда 6 кезеңдік шешім деген яғни жүйе бар. Ол жүйеде жаңағы предикат қылмыс, яғни заңдастыруға дейінгі қылмыс. Сол предикат құқық бұзушылықсыз қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды бағалау құрылымы қорытындылайды. Осындай тәжірибелерді қарастырдық. Тиісті ұсыныстарды біз сол оқу құралында яғни жазып өттік. Жақсы, енді әрине әрбір зерттеу жүргізуде шетелдік тәжірибені пайдаланған өте
дұрыс. Енді соның ішінде жаңа енді қысқаша бірде жаңа Швейцария дедіңіз да, Ұлыбританияны сіз де айтып отырсыз. Осы қай елдің тәжірибесі біздің елдің осы мынау сіздер жүргізген зерттеуде өте тиімді, бізге жақын менталитетімізге, психологиямызға, енді онымен де жаңа санасу керек қой. Сол енді қай елдің тәжірибесі бізге ең тиімді? Швейцарияның, Ұлыбританияның тәжірибесінен олардың енді барлығын көшіріп алу мақсат емес, бірақ ол елдердің озық тәжірибелерін біздің ұлттық құқықтық жүйеге сәйкес келген жағдайда оларды қабылдауға болады. Нидерландының 6 кезеңдік шешімі де яғни қызық, мысалы. Жақсы. Енді жалпы мынанда Қазақстанда заңсыз алынған активтерді қайтару жалпы саясаты қалай даму керек? Ол өз ойыңыз қандай? Белді бұл енді уақытша дүние емес қой. Әлде уақытша дүние болуы мүмкін бе? Заңсыз активтерді қайтару. Бұл белгілі бір, мысалы 4 жыл, 5 жылдан кейін тоқтауы мүмкін бе? Әлде бұл үнемі, әлде жалғаса беретін жұмыс болып табыла ма? Қылмыс жасау мен және алынған активтің екеуінің арасындағы байланысты дәлелдеген жағдайда оны тиісінше соттың үкіміне сәйкес тәртібінде. Жақсы. Қылмыстық процестік кодексінің қылмыстық процестік құқық теориясында бар. Жақсы. Енді Талғат Маханұлы, бүгін біз өте маңызды тақырыпты талқыладық деп ойлаймын. Енді бұл тақырып өте күрделі мәселе. Және біздің жаңағы сот жүйесі деп жатырмыз, құқық қорғау орган қызметкерлері, тағы да басқа мемлекеттік қызметкерлердің жұмысында да оңай соқпайды. Өйткені ол тек қана біздің елімізде ғана емес, мынау шетелдік тәжірибені де қарап отырсақ, оларда да мынау заңсыз иемделген активтерді қайтаруда көптеген қиындықтарға душар болып жатады. Бұл бір. Екіншіден, біздің осы тақырып төңірегінде сөз қозғалса, жаңа басында айтып кеттім ғой, қаншама комментарийлерді қарасақ, біздің азаматтарымыздың енді құқықтық сауаттылығының төмендігі деп жатырмыз. Жаңа сіз енді өте жақсы айтып кеттіңіз, мынау заңсыз активтерді қайтару. Оның ішінде жаңа активтер дегеніміз не? Оған жаңағы тек қана біз қаржы деп ұғамыз ғой. Ол қаржы ғана емес, басқа да жаңағы мүлік бар, материалдық емес мүліктер бар. Осының барлығын біздің азаматтарымыз дұрыс түсіне алу керек. Және де елімізде жүргізіп отырған бұл мемлекеттік саясатты азаматтарымыз да дұрыс түсіне алу керек. Ең алдымен бұл қайтарылып жатқан заңсыз иемделінген активтер бұл халықтың игілігіне жұмсалып жатыр. Оны біз көріп отырмыз, сізбен біз өте жақсы білеміз. Бұқаралық ақпарат құралдарында үнемі жиі жарияланып жатыр. Бұл өте дұрыс ұстанып отырған негізгі саясат деп айтуға болады. Енді мақсатымыз, жаңа тағы да айтып кетем, ең алдымен азаматтарымыздың бұл тақырыпта сауатты болуы. Қоғамда әрине әртүрлі сын пікірлер бар, ондай сын пікірлер болады да береді. Сізбен біздің мақсатымыз азаматтарымыз осы тақырып төңірегінде тек дұрыс түсінсе, дұрыс түсінікті қалыптастырса деген мақсатымыз. Егерде азаматтар тарапынан қисық, жалаң, кері түсініктер қалыптасса, бұл да мемлекеттің дамуына, қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді деп айтуға әбден болады. Енді соңғы сұрағымыз қысқаша көрермендерімізге, тыңдаушыларымызға қандай ой қалдырғыңыз келеді? Біз енді ғылыми зерттеуші ретінде айтатыным, қандай да болмасын, ақпарат болсын, белгілі бір мәселе туындаған жағдайда оны ғылыми тұрғыдан таразыға салу керек. Біз жаңа актив деген бір сөздің өзін біз қандай ғылыми зерттеу, әртүрлі ғылымның әдістерін қолдану арқылы біз ақиқатына
жеттік деп айтпасақ та, бірақ ақиқатқа жақындадық, шындыққа жақындадық. Яғни ғылыми зерттеу нәтижелеріне сүйеніп отыру керек. Өйткені жаңа айтып отырсыз, жаңа мынау активтер дегеннің өзінде жаңа біздің еліміздің өзінде анықтамасы кейін беріліп отыр. Осы мына кейінгі 2023 жылғы қабылданған заңның өзінде оған дейін болған жоқ. Сондықтан да міне айтуға болады, бұқаралық ақпарат құралдарындағы интернет желісіндегі азаматтарымыздың осы тұрғыда түсіне алмай жатқандығы, активтердің не екендігін, яғни анықтамасы болған жоқ қой. Ол азаматтарымыз да түсінуге болады. Сондықтан да сізбен біз бүгін осы активтерге оған жаңа анықтамасын, ұсынған анықтаманы жатық мемлекеттік түрде бере алдық деп ойлаймын. Жақсы, енді керемет қорытынды Талғат Маханұлы. Біз осы тақырыпта әрі қарай да бағдарламамызда жалғастыра беретін боламыз. Бұл тақырып күрделі және өте өзекті тақырып. Азаматтарымызға кеңінен түсіндіруіміз керек. Кеңінен насихаттауымыз керек. Сонда ғана олар осы тақырып көлемі төңірегінде дұрыс ойды, дұрыс пікірді қалыптастыра алады. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың негізгі мақсаты да осы. Құрметті көрермендер, тыңдаушылар, бүгінгі осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше, қош сау болыңыздар.